Әйелге қалай ақша келеді? Дәл осы сұраққа мен өте көп жыл жауап іздеген болатынмын. Себебі өзім кезінде өте қатты ақшаға қиналдым. Және өзіме арнайы формула құрастыра алған кезде менің өміріме жақсы табыс, жақсы мүмкіндіктер тартыла бастады. Сол себептен де бүгінгі видеода сіздермен осы формуламен бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Өйткені видео соңында мен сіздерге сонымен қатар қалай менің наставничествомды, яғни 1 айлық наставничествомды ұтып алуға болады. Тегін сол туралы айтатын боламын. Шарттары өте оңай. Сонымен қатар наставничествоның бағасы айтпақшы 500 мың теңге тұратынын ескертемін. 500 мың теңгені сіздер тегін ұтып алғандай боласыздар да, получается. Жақында менен 2 қыз наставничество ұтып алды. Солармен 1 ай бойы жұмыс жасадық. Результаттар тамаша. Алғыс алып жатырмыз. Комментарийдан қарасаңыздар болады. Сол себептен де міндетті түрде осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Ал мен көп ұзамай осы бүгінгі тақырыпты бастайын. Сіздермен әдеттегенше Әдия Аралбай каналыма қош келіпсіздер. Сонымен қатар алу беру заңы бойынша міндетті түрде сізге бұл ақпарат пайдалы болып жатса, жалпы менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, жылы сөздеріңіз жазсаңыздар болады, сұрақ қойсаңыздар болады, өздеріңіз білесіздер. Яғни бұл неге жұмыс жасайды? Өйткені адам берілген тегін ақпаратқа алғыс айта білген кезде оған ол ақпарат шын мәнінде жақсы жұмыс жасай бастайды. 100% жұмыс жасай бастайды. Мен өзімде YouTube каналда көп мамандарды тыңдаймын, сондықтан да міндетті түрде оларға өзімнің алғысымды білдіріп кетемін. Сол кезде бізде алу беру заңы бойынша жақсы баланс сақталатын болады. Сонымен тақырыпты жалғастырайық. Менің формулам жалпы 6 пункттан тұрады. Яғни әйелге ақша алып келетін 6 маңызды пункт десек болады. Мен сіздерге просто өзімнің режимімді айтайын. Таңертең кешке дейін мен әдетте қандай 6 маңызды пункт жасаймын. Біріншісі, ол мен ояна сала ақ қағазға ойларымды жазам. Ояндым ба, бірінші қандай ой келді, мен соны жазам. Қараңыздар, менде ақ қағаз болады және блокнот болады. Ақ қағазға мен негатив ойларымды жазып жыртып тастаймын, блокнотқа позитив ойларымды жазайым. Яғни қарайсыздар, сізде қандай негатив, әлде позитив ой. Бұл өте жақсы практика, өйткені сізде негатив ойлар болса, сіз оны іште ұстап жүрмей, олардың барлығын қағазға шығарып тастап, лақтырып тастайсыз. Есесіне сізге жақсы мүмкіндіктер, жақсы адамдар, позитивті нәрселер тартыла бастайды. Өйткені сіз өзіңізге тек қана позитив нәрсе қалдырдыңыз таңертеңнен бастап. Бұл өте жақсы практика. Екінші нәрсе, ояна сала қағазға жазып болғаннан кейін мен міндетті түрде медитация жасаймын, немесе дұға тыңдаймын, немесе дұға оқимын. Бұл жерде өзімнің ішкі жан дүниемнің қалауына байланысты. Дәл осы кезде медитация болсын, дұға болсын, релакс музыка болсын, мен ниет білдіремін Алла Тағалаға. Яғни бүгінгі күнге, енді бұл бүгінгі тақырып ақшаға қатысты болғандықтан, ең бірінші ниет ақша. Бірақ қараңыздар, осы жерде ниет дегенне бірінші соны түсіндіріп өтейін. Ниет деген ол сен бүгін қалайтын табыс. Мысалға, мен бүгін, допустим, 100 мың теңге тапқым келеді. Бүгін, бір күнде. Бірақ мен еш уақытта ниетке бүгін 100 мың теңге тапқым келеді деп айтпаймын. Мен ең әуелі қанша адамға көмектескім келеді, соны айтамын. Мысалға, мен таңертең медитациямды жасадым, қағаздарымды жаздым и ойша немесе блокнотыма жазамын. Мен бүгін мысалға 4 адамға қызмет етіп, шын мәнінде олардың өмірінің жақсы жағына өзгеріп кетуіне көмек ұшымды бергім келеді деген сияқты ниет білдіремін. Сол кезде менің өміріме 4 клиент тартылады. Мен оларға шын мәнінде көмек ұшымды барынша көмектесемін, және олар маған бонус ретінде табыс, менің ақшам ретінде ресурс, менің уақытым, ресурсым ретінде ақшасын төлейді. Сол себептен де ниет бірінші ақшаны сұрамау, ниет бірінші әлемге қызмет ету. Біз бұл өмірге ең әуелі әлемге қызмет ету үшін келеміз. Дәл сол кезде менің өміріме шын мәнінде 4 клиент келеді, және мен қалаған сомам өміріме тартылады. Енді қараңыздар, мысалға,
сіз психолог емессіз, сіз күнделікті табыс таппайсыз. Мысалы, сіз мемлекеттік жұмыста жұмыс жасайсыз, я біреуге жұмыс жасайсыз. Ол маңызды емес. Осы жерде не маңызды? Жалпы сіз жалақыңызды күнге бөліңізді, қанша теңге шығатынын есептеңіз. Мысалға, егер күніне сізде там 15 мың теңге шықса, сізге ол аздық көрінсе, онда сіз мысалға 15 мың емес, ойша 30 мың деп ойлаңыз. Енді ол 30 мыңды біз табу үшін біз 30 мың теңге деп айтпаймыз ғой, мысалға сол 30 мың теңге табу үшін мен барынша әлемге жақсы қызмет еткім келеді, барынша мысалға дәрігер болсаңыз, клиенттеріме барынша көмектескім келеді, косметолог болсаңыз, тоже в принципе клиент. То есть логикаға салмаңыз, бұл жерде өте маңызды үшінші пункт, ол ниеттен кейін үшінші пункт, ол логикаға салмау. Мысалға бізде былай болады ғой, мен 30 мың теңге тапқым келеді күніне дейміз да, одан кейін оны қалай табам деген бір логикаға кетіп қаламыз. Адам логикаға кеткен кезде ғалам оған көмектесе алмай қалады. Өйткені ол жерде уже жаңағыдай план құрып қоясыз сіз. Ал ғаламда қалай болады? Ғалам ол өзі сізге сәйкестендіріп жасап береді барлығын. Ал сізде уже план болса, оған сәйкестендіріп беру өте қиын болады. Сол себептен де ниет білдірген кезде, мысалға, мен мысалға бүгін әлемге осынша қызмет еткім келеді және есесіне 30 мың теңге тапқым келеді, допустим. Дәл осындай кезде сізге әлем өзі бір мүмкіндіктер тарта бастайды. Яғни мысалға бонустар беріп қалуы мүмкін, бұрыннан сізге біреу қарызын қайтармай жүрсе, қарызын қайтарады да. Или жолдасыңыз жоқтан жоқ, давай мен саған ай сайын тағы да қосымша 200 мың теңге берейін, өзіңе керегіңді ал, балаларға бір зат алды. То есть помимо продуктов и так далее, бір ғажап нәрселер пайда бола бастайды өміріңізде. Қысқаша айтқанда, біз логикаға салған кезде біз ғаламның бізге ғажап жасауына мүмкіндік бермейміз. Сондықтан да просто ниет білдіреміз. Мен бүгін ғаламға тамаша қызмет еткім келеді және мынанша тапқым келеді, допустим, бір сомаңызды айтасыз. Төртінші пункт, ол өте маңызды пункт, осы сәтпен өмір сүру. Жалпы әйел адамға, жалпы кез келген адамға, әсіресе әйел адамға осы сәтпен өмір сүру өте маңызды. Себебі өздеріңіз байқайсыздар, көп адамдар немесе өткен шақ, немесе болашақ шақпен өмір сүреді. Ал осы сәтті біз ұмытып кетіп жатамыз. Осы сәтте, тыныштықта өмір сүрген кезде, денсаулығымызға мән берген кезде. Сосын байқайсыздар, мысалы, адам таңертең тамақтанған кезде, как-то мына логикамен өмір сүретін адамдар, ішкі жан дүниесін вообще естімейді, олар робот деймін да, мен ондай адамдар өте көп. Әсіресе әйелдер арасында. Даже тамақ ішкен сезбейді ғой, тамақтың дәмін, иісін, просто автоматически робот сияқты тамақ ішті, жұмысқа кетті, кетті, күнделікті күйбең тіршілік, потом стресс, өзін түсінбеу, адасу, есесіне табыс таба алмау. Адам өзін түсінбеген кезде ол табыс таба алмайды, оған өміріне табыс тартылмайды, өйткені табыс ол энергия. Ал энергия ол тірі адамға келеді, ал робот сияқты өмір сүретін адамдарға энергия мүлде келмейді. Дұрыс энергиясын сақтамайтын адамдарға келмейді. Яғни энергия бізде қалыпты болу үшін біз денсаулыққа да мән беруіміз керек. Дұрыс тамақтану, пайдалы тамақ жеу, су ішу, витаминдер қабылдау, уақытылы дәрігерге барып анализдер сдавать ету. Мысалға, почему жыл сайын скрининг өтіңдер деп айтады, потому что все равно мысалға біреуде гемоглобин низкий болуы мүмкін, И біз ойлаймыз, неге менде энергия жоқ, мен вроде бәрін жасап жатырмын. Бірақ гемоглобин низкий болса, значит сіздің тамақтану образыңыз дұрыс емес, витаминдер қолданбайсыз, мысалы тамақтан кейін шай ішіп тастайсыз деген сияқты нәрселер, То есть әйел адам үшін ғана емес, жалпы отбасының дұрыс тамақтануына әйел жауап береді. Сондықтан да әйел адам соны қолға алса, міндетті түрде оның өміріне де, отбасына да жақсылықтар тартыла бастайды. Және бесінші маңызды пункт, ол шүкіршілік. Әрине, мысалға сіз таңертең тамақ ішіп отырсаңыз да, балаларыңызбен отырсаңыз да, жұмысқа бара жатсаңыз да, міндетті түрде осы күнге, осы барға шүкіршілік ету. Көбісі айтып жатады, ойбай, осы кішкентай үйіма, осы машинама, күнделікті автобус, осы нәрселер сізді ақшадан алшақтатады. Себебі әйел адам үшін жалпы өте маңызды, ол шүкіршілікте болу, То есть сізде қазір қандай жағдай болмасын, сіз сол тауып атқан 5-10 мың теңгеңізге де алғыс айтсаңыз, сізге тағы да 5-10 мың теңге тартылады. Түсінесіз бе? Ол ақшаның заңы да. Егер біз ақшаға алғыс айта алмасақ, оны басқара алмасақ, жалпы барға шүкіршілік етпесек, онда ақша еш уақытта тартылмайды.
Және алтыншы маңызды пункт маған көмектескен, өте қатты көмектескен, ол мақсатқа бір қадам жасау. Яғни бізде көбісі барлық нәрсеге өте тез жеткісі келеді. Ақшаға тез жеткісі келеді, үйге, машина, армандарына, шетелге тез барғысы келеді. Бірақ оған біз кішкентай қадамдар жасамасақ, ол нәрсе болмайды да. Не үшін көп адамдар кредитке кіріп кетеді? Себебі олар тез барлық нәрсеге жеткісі келеді. Жетіспеушіліктен қарызға кіріп кетеді. Неге жетіспеушілік? Өйткені біз осы маңызды 6 пунктты орындамаймыз. Әсіресе әйелдерге өте қатты жақын бұл нәрсе. Енді қараңыздар, мысалға мен YouTube каналыма күнде бір қадам жасаймын. Мысалға бір күн сценарий жазамын, бір күн видео түсіремін, бір күн монтаждаймын, YouTube менеджеріме жіберемін. Қазір уже өзім монтаждамаймын. YouTube менеджерім бәрін монтаждап жүктейді. То есть қараңыздар, мен YouTube-ты бастаған кезде мен өзім жасап бастадым. Кейін уже көмекшілер алдым, то есть менеджерлер алдым. Бұның барлығы просто так емес қой, бұның барлығы мен күнде бір қадам жасағандықтан менің өміріме мүмкіндіктер тартыла бастады, табыстар келе бастады, менің YouTube-ымды жақсы қарай бастады адамдар, есесіне маған жақсы мүмкіндіктер, табыс тартыла бастады. Өйткені менде осы экспертностімді көрсету арқылы маған клиенттер тартыла бастады, менің услугаларымды сатып ала бастады. Сол себептен де мен жақсы мықты маман болу үшін күнде осы психология саласына қатысты міндетті түрде бір кітап оқимын, міндетті түрде бір видео қараймын, бір сториста мықты мамандарды қарап посттарын оқимын. То есть мен күнде өзімнің саламда мықты маман болу үшін бір қадам жасаймын. Мысалға сізде қазір тіпті сіз декретте отырсаңыз да, немесе біреуде жұмыс жасаңыз да, бір арманыңыз бар ғой. Мысалға, сіз мысалға дәрігер болып жұмыс істейсіз, или юрист, бірақ арманда жаңағы бір бизнес ашу. Енді сол бизнесті зерттеңіз, жаймен оған ақша жинаңыз. Ол бизнесті қалай дамуға болады, қалай табыс табуға болады, соның бәрін зерттей келе бір қадам жасаңыз, күнде бір 15-20 минут уақытыңызды арнасаңыз, уже достаточно. Бір сағат болса вообще керемет. Соны жасау арқылы сіз уже жақсы өзіңіздің ісіңізге қадамдар жасай бастайсыз. Сосын мысалға сол ісіңіз уже кішкене ақша келе бастаған кезде мемлекеттік жұмыстан кетіп өзіңізге өзіңіз жұмыс істей аласыз. То есть бұл бір ғана пример, ондай примерлер өте көп. Енді осы 6 формуланы орындаған кезде сізге бақыт келе бастайды, есесіне бақытты адамға ақша тартылады, ақшасы бар бақытты адамға денсаулық келеді міндетті түрде, ол денсаулығына қарай бастайды, жақсы витаминдер, қымбат витаминдер ала бастайды, и так далее. Енді қараңыздар, бұл 6 пунктты орындау үшін адам уақытын басқара білу керек. Адам уақытын басқара білмесе, ол өзіне 5 минут таба алмайды. Таңертең медитация жасауға, оянуға, бірдеңені жазуға, ниет білдіруге, жалпы тыныштықта болуға. Сол себептен де тайм менеджмент деген бұл өте үлкен тақырып. Оны бұл видеода айтып тастау мүмкін емес. Сол себептен де сіздерге айтарым, осы 6 пунктты сапалы орындаймын, өзіме уақыт арнаймын десеңіздер, онда міндетті түрде менің әйел және ақша атты марафоныма келіңіздер. Бұл менің авторлық марафоным. Бұл марафонда бір ай бойы жалғасады. Менімен тікелей жұмыс жасайсыздар, мен сіздерге жалпы сабақтарды тыңдайсыздар. Сабақтардағы тапсырмаларды жеке мен өзім тексерем. Сіздермен жеке жұмыс жасаймын. Марафонға көп адам алмаймын, себебі бұл жеке жұмыс болғандықтан, ол жерде мынандай 100 адам болмайды. Көп болса 10-15 адам, сондықтан да өте сапалы өтеді. Енді қараңыздар, бұл жерде тапсырманы орындаймын, күнделікті сіздердің блоктарыңызбен жұмыс жасаймыз, қорқыныш, тайм менеджмент, қалай біз өмірімізді ретке келтіреміз, басымыздағы хаосты қалай алып тастаймыз, робот состояниесінен қалай шығамыз, уақытымызды қалай басқарамыз. Ең үлкен сабақ қорқыныштар, өйткені көбінесе адам даже осы 6 пунктты қай кезде жасамайды, қорққаннан жасамайды. Өйткені мен күшті болып кетсем, ол жерде қорқыныш көп, үлкен ақша ол кез келген адам өміріне тартылмайды. Өйткені адамдар ақшадан жалпы қорқады, бірақ олар оны білмейді, қорқыныш бар екенін білмейді. Сол себептен де міндетті түрде осы марафонды прям өтіңіздер. Енді қараңыздар, қалай менің марафонымды өтіп наставничество сатып алуға болады. Марафон кезінде өте жақсы жұмыс жасаған, тапсырмаларды орындап, өзінің блоктарын шығара алған адамға мен міндетті түрде бір орын наставничествоға ойнатам. Яғни 15 адамнан бір адам міндетті түрде ұтып алады. Яғни сіз, во-первых, марафонда аласыздар өте арзан бағаға. Бір айға бар жоғы қыздар 80 мың теңге. Менің бір консультациям 70 мың теңге тұрады. Бұл бір ай, мысалға, офлайн консультация. Бір ай менімен тікелей жұмыс жасайсыздар. Еще
80 мың теңгеге марафон аласыздар да 500 мың теңгеге наставничество ұтып аласыздар. Тағы бір ай менімен тегін жұмыс жасайсыздар, ойлаңыздаршы. Тікелей анықтаймыз, қалай табыс табуға болады, мықты жақтарыңыз қалай, наставничествода қалай не істейміз, мықты жақтарыңызды анықтаймыз. Жалпы оны қалай дамыту керек, өмірімізге қалай табыс тартамыз, әлеуметтік желі құдіреттілігі, оны қалай қолданамыз. Яғни өте көп пункт, сондықтан да жіберіп алмаңыздар. Алла қаласа, осы қыркүйекте марафонды бастайын деп жатырмын. Қазір топ жинап жатырмыз. Сондықтан да менеджерге жазсаңыздар болады, осы WhatsApp номер бойынша сіздерге барлығын түсіндіріп айтатын болады. Рассрочка бар, Каспи Ред бар. Сондықтан да это того стоит, қыздар. Ол менің үлкен білімім. 14 модульден тұрады. Қанша жыл аналитика жасап, қай тақырып маңызды, қай нәрсе маған көмектесті, соның бәрін зерттеу арқылы жасаған болатын. Поэтому приходите. Сонымен қатар консультация келсеңіздер болады, медитациялар бар. Егер сіздерге авторлық менің терапиялық медитациям керек болса, тоже менеджерге жазыңыздар, барлығын түсіндіріп айтады. Онлайн, офлайн консультация, кітапшаларым әйел және ақша деген 1000 теңгелік өте тамаша электронды кітапша бар. 10 беттен тұрады, мини кітапша, бірақ өте құнды ақпараттан тұрады. Барлығы осы WhatsApp номерде бар. Сондықтан да достар, міндетті түрде айтылған ақпаратты жазып алыңыздар, сол пункт бойынша жұмыс істеңіздер, көмек керек болса марафонға келіңіздер, ал мен сіздерге әрдайым көмек үшін беруге дайынмын. Сондықтан да қыздар, көріскенше күн жақсы.